Ал, жол болсын. Достар, сенесіздер ме? Ана жерден екі елік көрдік. Сенбейсіздер ме? Онда мен сіздерге қазір бейнесін көрсетемін. Мен Сұңқарым оны түсіріп алды. Қос елік романтика болып жүр тау етегінде. Қараңыздаршы, Сұңқарға қарап қояды. Өздері сондай сұлу және аңғал. Көздері мөп-мөлдір. Осындай әдемілік болады екен-ау. Бұл Меркі тауларындағы жабайы елік. Жолым болды деген осы. Мәссаған! Мұна көріністі қараңыздар, мұна көріністі. Нау, ұлар деген құстың дауысы. Бұл құс қызыл кітапқа енген, е? Қызыл кітапқа енген. Мұнандай да табиғат болу, мұнандай табиғат. Мен болды, осыдан кейін таң қалмайтын шығарым. Бұлар жылына бір ақ қана балапан ма? Аха, бір рет балапан дейді. Дауыс соныкі ма? Иә, мына дауыс соныкі. Айғайлы, о, жартаста отыру әні. Сұңқарымда ұшырып жүредім, қыр астындағы мына көрініске тап болдым. 15 тау ешкі. Тоқтатшы табиғат, мен мұндай көріністі көтере алмай қалуым мүмкін. Өздері сондай жылдам және үркек, арасында 4 лағы бар. Бірі жануарлар бағында жүрген сияқтысың, бірақ бір қызығы не екен білесіздер ме? Бұл ешқандай ұлттық парк емес. Жай ғана табиғат, жай ғана дала, жай ғана әсем көрініс. Мұнандай сұсты тауды көріп өскен жігіттер қалай батыр болмайды міне? Біздің ата-бабамыздың батыр болуының себебі де осы шығар. Айтпақшы, мына жер сандық деп аталады. Неге десеңіздер, таудың үстіндеміз біз қазір. 2300 метр биіктікте теңіз деңгейінен. Бірақ таудың үстін қараңыздаршы, теп-тегіс. Сандықтың беті сияқты. Бізді бағанадан бері алып жүрген табиғат қорықшысы айтады, мына гүл қызыл кітапқа енген деп. Ал мына жердегі тас көне түріктердің құрбандық шалатын орны. Жүріңіз барып көрейік, қалай екен қазір. Иә, пішінін бөрінің басына ұқсаттым. Қанның ағып кететін орны да бар. Қасында тас қойылған көп нүктелер. Ол не деп сұрағанда карта деп жауап берді. Орман шаруашылығының қызметкері Талғат аға. Тастарының өзі қиыршық тастар, қолмен жасалған сияқты. Көзін, мұрнын, аузын, бәрін айнытпай қалай салған деймін да сол дәуірде, қалай ойып, еңбектеніп. Айтпақшы, балбал тастардың әйел бейнесі жиі кездеседі бұл маңайдан. Көріп тұрсыздар ғой мына жерде көріністі. Киіз үйлер, қойлар, ит, бұлақ және мына жерде тарих. Баяғыда осы жерден тоны көк күлтегіндер қанша ат әскерімен жортып өткен елестетіп тұрмын. Тарихты көзбен көру деген осы екен ғой. Мәке, мына есектер күйлі екен, е? Жақсы есті, жақсы. Шырайлы сияқты мына жерің. Ой, Айтпақшы, және біз мына жақтан еліктер көрдік, тау ешкілер көрдік. Қаншалықты жиі байқауға болатындай көріністі бұл жақтан? Болады енді, андасында көресің. Ондай көп, асал көп жоқ енді бұяқта. Сандық жайлауында қысымның әсерінен от жағу қиын. Шайды кемінде 1 сағат қайнатасың. Тамақ пісіруді айтпай-ақ қояйын. Тау, біз қазір биіктіктеміз. Соның ортасында көл және түсі жап-жасыл. Бұл әулие көл деп аталады. Осы тұрғындар арасында қасиетті саналады екен. Тіпті бұл жерде дүниеге сәби әкеле алмай жүрген отбасылар келіп, мына жерде өздерінің дұға тілегін де тілейді екен. Енді бұл қаншалықты рас өтірік екенін білмедім, бірақ сондай да бір аңыздар бар бұл жерде. Әлі ешбір адам осы көлдің түбіне жетпеген. Тіпті және маған осы тұрғындар айтып жатыр, мұнаның үстінен квадрокоптер бар ғой, мен Сұңқарым. Сонда шыруға болмайды дейді, тартып алады деп айтып жатыр да. Білмеймін, бірақ мен қазір тәуекелге бел болып, онда шырып көрем. Сақтықта қорлық жоқ. Бүкіл материалымды көшіріп, Сұңқарыма сәттілік тіледім. Бәрі ойдағыдай, менің серігім Аман. Туристік орталыққа айналдырамыз, Құдай қаласа. Осы көк көлге, жаңа басқа да жайлаулар бар бізде, Сандық бар, Қарақыстақ бар. Соған тур ұйымдастырамыз, Құдай қаласа. Мәссаған, мұздай суық қой но. Мен бер жағы ғана сәл таяздауда, ары қарай бірден тереңдеп кетеді. Сонымен қатар бұл көлде балық жоқ.
Аяғым тоңып кетті. Менің артымдағы арша ағашына жіптер байлап, астына ақша, тиын тебен тастап кеткен, е? Қанша ақша бар екен? Білмеймін, тиындар. 400-500 теңге шығар, майда тиындар. Меркінің әсем табиғатына сүйсініп кері қайттық. Көбіне қойшылардың жайлауы. Бір уақытта бұлаққа тұншығып жатқан қозыны байқадық. Аяқ киіммен суға кіріп, оны құтқардық. Өкпесіне кислород бармай қалған ғой, суға батып қалған ғой. Бір 5 минут кешіккен кезде уже жан тапсыратын еді. Арам өлетін еді. Бүгінгі күнім өмір бойы есімнен кетпейді. Бұл біздің еліміз, бұл Меркі, бұл жалғыз жолаушы.